періштелер адамның ғылымына қайран қалды. Сосын Құдай тағала: енді менің орынбасарыма сәжде жасап, оған құрмет көрсетіңдер деп әмір етті. Ілім-білім сайысында адамнан жеңіліп пұшайман болған періштелер жапа-тармағай сәждеге бас қойды. Адамнан мін іздеп Алланың шеберлігіне шек келтірген ібіліс қана іркіліп қалды. Адамның артықшылығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Менмендігі жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Тәңірі тағала: «Әй ібіліс, сен неге менің әмірімді орындамайсың?» деді. Ібіліс: «Ол топырақтан, мен оттан жаралдым, мен одан артықпын» деді. Тәңірісі қаһарланып: «Шық менің дәргейімнен, өзін өзгеден артық қою менің ең жек көретін мінезім» деді де ібілісті қууды Жебірейілге